Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Өте оңай және тез дайындалатын, жұп-жұмсақ болып шығатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Екеуін бөлек-бөлек миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның сарысын миксерлеу барысында 50 грамм шекерімізді 3-ке бөліп көпіршітіп аламыз. Ағына 1 шымшым тұз салып, оны да 50 грамм шекерді 3 бөлікке қоса отырып, жақсылап көпіршітіп аламыз. Жұмыртқаның ағы формасын ұстап тұратындай болып шығу керек. Жұмыртқаның сарысына 50 грамм сұйық май, 50 грамм сүтімізді қосамыз. Араластырып аламыз жақсылап. Енді бұл массамызды жұмыртқаның ағына қосамыз. Бұл біздің массамыз бірден түсіп кетпеу үшін жасалынады. Силиконды күрекшенің көмегімен массамызды түсіріп алмай, сарысы мен ағын жақсылап біріктіріп аламыз. Ұнды салып, 4-5 грамм қопсытқыш қосамыз. Ұнды да өте мұқият, жоғарыдан төмен массаны түсіріп алмай, мұқият, түйіршіктерін қалдырмай араластырамыз. Массамыз дайын, табамызға бетін тегіс етіп жайғастырамыз. Пешімізді 140-150 градуста қыздырамыз. Өз пештеріңізге қарай ыңғайлап пісірсеңіздер болады. Бисквитті рулетіміз дайын. Екінші бетіне де пергамент төсеп, осылай астындағы пергаментін аламыз. Рулеттің ішіне кез келген өзіңіз қалаған начинканы сала берсеңіз болады. Менің жағдайымда варенка салдым және дәмін келтіру үшін жидек салдым. Рулетімізді 2 сағат тоңазытқышқа қойып қоямыз. Достар, рулетіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Лайкпен қолдап отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Бұйырса алда қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Амандықта жүздескенше қош, сау болыңыздар.